Қайырлы күн, балалар, ата-аналар. Бұл жаңағы бірінші сыныпқа ата-аналары қасында отыратын болғандықтан, мен кей жерлерде сіздерге жаңағы қаратып айтамын, себебі балалардың тапсырманы түсінбей қалатын жерлері болуы мүмкін, видео болғандықтан. Сонымен бізде жаңа тақырып таңертең. Таңертең. Менімен бірге қайталаймыз сөзді. Таңертең. Мына сөздердің аудармасын балалар жаттап, және дәптерлеріне жазып алуы тиіс. Таңертең, утром, таңертең, таңертең, таңертең. Значит, утром, таңертең. Ішемін, пью, жеймін, ем, кушаю. Жеймін, ем, кушаю. Ішемін, пью, жеймін, ем, кушаю. Таңертең, ішемін, жеймін. Мына сөздердің аудармасын бірге қайталап жаттаймыз. Екінші сабақ. Таңертең. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Сүт, шырын, ботқа, нан. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Менімен бірге қайталаймыз. Молоко, сүт, сүт. Алдыңғы сабақта өттік, я біз. Хлеб, нан, нанды да өткен сабақтан білеміз. Сүт, нан. Енді жаңа сөздер. Шырын, сок, шырын, сок, шырын, шырын, шырын. Каша, ботқа, ботқа, ботқа. Осы екі сөздің аудармасын жаттап аламыз, балалар. Ата-аналар балаларға жаттатамыз. Шырын, шырын, ботқа, ботқа, нан, нан, сүт, сүт. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Мен, я, таңертең, утром, сүт, молоко, ішемін, пью, ботқа, каша, жеймін, ем. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Я утром пью молоко, ем кашу. Енді соны қазақша қайталаймыз. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала, толықтырып, оқы. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең шырын ішемін. Мен таңертең ботқа жеймін. Мен таңертең нан жеймін. Енді тағы қайталаймыз. Мен таңертең сүт ішемін. Я пью молоко. Мен таңертең шырын ішемін. Шырын – это у нас сок. Что мы делаем? Сок пьем. Ішемін. Шырын ішемін. Шырын ішемін. Қайталаймыз. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең шырын ішемін. Мен таңертең ботқа жеймін. Ботқа, каша. Что мы делаем кашу? Мы едим кашу. Я ем кашу. Мен таңертең ботқа жеймін. Мен таңертең нан жеймін. Что мы едим? Хлеб едим. Нан жеймін. Нан жеймін.
Мен таңертең ботқа жеймін, мен таңертең нан жеймін. Енді ата-аналар мына тапсырманы сұрақтарға жауап берген кезінде балалар таңертең бір-бірлеп жауап береді осы сұрақтарға. Сен таңертең не ішесің? Сен таңертең не ішесің? Айту керек қазақшасын. Сен таңертең не жейсің? Мына сөздердің қазақшасын айту керек. Бізде енді жаңа әріп, дауысты дыбыс. Гласная буква. Гласная буква. Дауысты дыбыс. Менімен бірге қайталаймыз. Бесінші тапсырма. Дыбысы мен әрпі. Дауысты дыбыс. Үй, үш, күн. Сенің атың кім? Менің атым Үсен. Менімен бірге қайталаймыз. Әрпі. Әрпінен басталатын сөздер. Дом, үй, дом, үй, үй. Цифра 3. Үш. Солнце. Күн. Енді сөздерді тағы қайталаймыз. Үй, үш, күн. Үй тапсырмасын мен қазір Telegram каналға жазамын, бірақ сонда да осы жерден айтып өтейін. Мына сөздерді балалар сабақтың басынан бастап өткен сөздер сияқты барлығын аудармасымен қазақша, орысша дәптерге жазу керек. Мысалы, мына сөздер: таңертең, ішемін, жеймін, сүт, шырын, ботқа, нан. Үй, үш, күн. Осы сөздердің барлығын әрбір жолға сіздер бір-бірден жазыңыздар, ал балалар жолдың соңына дейін осы сөзді толтыру керек жазып. Сенің атың кім? Менің атым Үсен. Сенің атың кім? Менің атым Үсен. Мальчика зовут Үсен. Мальчика зовут Үсен. Үсен. Бірге қайталаймыз. Менің атым Үсен. Үсен. Жаңағы сөздермен бірге Үсен сөзінде жазсаңыздар, балалар бірге қайталап жазса. Мынаны Zoom кезінде біз жаңа сабақ ретінде өтеміз, бірақ балалар алдын ала хабардар болғаны жақсы.